Баршаңызға сәлем. Дені сау адам табиғаттың жемісі. Осы орайда біз сіздерге маңызды мүшелердің бірі көз туралы айтқымыз келіп отыр. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Көз адамдардың айналадағы нәрселерді көруіне мүмкіндік беретін энергиясы. Көру мүшесі арқылы біз қоршаған әлемді танимыз. Көз күтіміне дұрыс тамақтану ең маңызды орын алады екен. Назарларыңызға көз күтіміне пайдалы 10 тағамды ұсынамыз. Бірінші, сәбіз. Бұл көкөністің құрамында жанарымыздың саулығын сақтайтын А, С, В, Д, Е дәрумені, бета-каротин антиоксиданты, калий, кальций, натрий, фосфор, темір, цинк және фтор секілді пайдалы элементтер бар. Екінші, саумалдық. Бұл көкөніс көзді түрлі аурулардан сақтайды. Оның құрамында лютеин заттегі А, С, Е, К, В2, В6 дәрумені мен мыс, мырыш, фосфор, калий, магний элементтері кездеседі. Сонымен бірге ақуыз бен майлы қышқылды да алуға болады. Саумалдықты тұрақты түрде қолданатын адамдардың 90% көз ауруларынан зардап шекпейді екен. Үшінші, соя. Құрамында Е дәрумені мен майлы қышқыл бар. Соя қосылған тағамдар көздің көру қабілетін керемет жақсартады. Төртінші, пияз бен сарымсақ. Бұл екі көкөніс күкірт элементінің қайнар көзі болып табылады, ал күкірт көздің көргіштігін жақсартады. Бесінші, жұмыртқа. Көзге ең пайдалы тағамдардың бірі жұмыртқа. Оның құрамында күкірт, лютеин және амин қышқылы бар. Бұл заттар көзді су қараңғылықтан сақтап, жанарымызды қорғаудан қорғайды. Брокколи. Лютеин, каротин және зеаксантин деген заттегінің арқасында көздің түрлі аурулардан қорғап, жанарын нұрландырады. Жетінші, қара шоколад. Қара шоколадтың құрамында көздің қан тамырларын сақтайтын флавоноид бар. Ол көз ауруларынан қорғап, көздің қабығын сақтайды. Сегізінші, қара жидек. В1 және С дәрумендеріне бай. Оның құрамында лютеин көру қабілетін жақсартып, көздің шаршауын басады. Сондықтан да қара жидектен жасалған тосапты көбірек жеуге тырысыңыздар. Сегізінші, балық және балық майы. Омега-3 майлы қышқылының қайнар көзі. Бұл қышқыл көзге өте пайдалы болып келеді. Көру қабілетін жақсартып, жанарыңызды мөлдір етеді. Әсіресе майшабақ, скумбрия, арқан балықтарды үзбей жеп тұруды әдетке айналдырыңыз. 10-шы, жеміс-жидектер. Әсіресе киви, апельсин, өрікті күнде жеу керек. Ал С дәруменіне бай лимон, апельсин, мандарин секілді жемістерді де үзбеуге кеңес береміз. Бұл жемістер көздің тамырларын сақтап, көруін жақсартады. Сонымен бірге түрлі аурулардан қорғайды. Кеңесіміз пайдаңызға жарады деген үміттеміз. Келесі видеода көріскенше.